Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге пломбир тортын жасаймыз. Өте жұмсақ, әдемі және оңай жасалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Келесі видеоларда дәл осындай ерекше рецепттермен бөлісемін. Каналыма подписаться бөлімін басып тіркеліп алыңыздар. Ал енді тортымызды жасауға кірісеміз. Оған жұмыртқа, шекер қосамыз. Және жүгері крахмалын қосамыз. Енді бәрін жақсылап араластырып аламыз. Ровно қанша грамм қосқанын бәрін описаниеда қалдырамын. Енді қаймақ қосып, бәрін бір келгетіп араластырып аламыз. Бұл тортымыздың кремі. Енді газге қайнатып, қоюлағанша қайнатып аламыз. Қайнаған сайын қоюланады осылай. Оған сливочный масло қосып, тағы да біраз араластырып отты сөндіреміз. Енді тортымыздың қамырын жасаймыз. Ұн, сливочный масло, шекер үшеуін жақсылап араластырып, бір келкі майда ұнтақ болғанша араластырамыз. Міне жақсы араласты. Енді қызып тұрған сковородкаға ұнтақталған ұнды қосып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қамырын пісіріп аламыз. Міне торттың ұнтағын қызарғанша қуырып алдым. Кремінде қоюланғанша қайнатып, сливочный масло араластырып, жақсылап қою крем жасап алдық. Енді барлығын біріктіріп, осылай торт жасаймыз. Астына ұнтақты сеуіп, үстіне кремді жағамыз. Тағы да үстіне ұнтақты сеуіп, оның үстіне тағы да кремді жағып, дөңгелек пішінде етіп, торттың формасын жасаймыз. Шетіндегі ұнтақтың бәрін біріктіріп, формасын торлап алдық. Енді бетіне, торттың бетін әсемдеу үшін түрлі үйдегі жемістерден декор жасауға болады. Мен торттың бетін вишнямен, айвамен, анармен сәндедім. Сіздерде дәл осы рецептпен үйде жасап көріңіздер. Комментарияға қалай шыққанын бөлісе кетіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Рецепті сохранить етіп, достарыңызбен WhatsApp, Instagram арқылы бөліссеңіздер де болады. Ал бәріңізге ас болсын. Сізде дәл осындай оңай торт жасап, отбасыңызды қуантыңыз.